Қайырлы күн достар. Сонымен біз сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің оралатын тақырыбымыз криптоамиян, яғни крипто кошелек. Сіздер биткоин жайлы көп естіп жүрсіздер, және эфириум жайлы тағы да басқа жалпы криптовалюта жайлы естіп жүрсіздер. Енді сол криптовалютаны қай жақта сақтайды, және қалай сақтайды, және оның сақтайтын түрлерінің бірнеше жолы бар, қайсысы тиімді, тағы да басқа. Сонымен кеттік, бірден іске кірісейік. Жалпы бізде криптовалютаның мынадай түрлері бар. Жалпылама түрлерін алып қарасақ, бірінші түрлері өте сенімді, бірақ қолдану, яғни қарапайым күнделікті пайдалану кішкене күрделірек. Екінші жолы сенімділік орташа, бірақ қолдану оп-оңай. Үшіншісі сенімділік те жоғары, және қолдану да оңай, бірақ ақылы, сатып алу керек, яғни. Төртіншісі, бұны көп қарастырмаймыз, сенімділік те аз, қолдану өте оңай әрі тегін. Сенімділік тіпті өте аз десек болады. Енді бірінші түріне оралайық. Өте сенімді, бірақ қолдану күрделі. Ол ең алғаш шыққан кошелектер болатын. Яғни бірінші амиян түрлері, портмана, яғни биткоин сақтайтын. Ол биткоин кор. Әрине кез келген криптовалютаның өзінің кор деген, ядро деген сөз, өзінің алғашқы кошелегі болады. Барлығын атап көрсетіп жатпаймын, бірақ сілтемелерін тастаймын, қалдырамын осында. bitcoin.org сайтына өту арқылы сіздер жүктеп ала аласыздар. Қазір түрін көрсетейін қалай көрінетінін. Өте сенімді, бірақ қолдану күрделі бірінші жол биткоин кор. Ол яғни мынадай программа, мінекей. Жүктеп аласыздар компьютерге, яғни орнатасыздар. Одан кейін барлық транзакцияның бір аптама, компьютерлеріңіздің қуаттылығына байланысты, бір аптама, 4 жылма, жесткий дисктеріңіз өте ескі компьютер болса, жылдап жүктеулеріңіз мүмкін. SSD жесткий дискпен кемінде 100 гигабайттай орын болу керек, 150 гигабайт, тағы да басқа. Және жүктеліп болып, барлық транзакциялар мен блоктар жүктеліп болады. Содан кейін қолданып бастай аласыздар. Және жүктелгеннен кейін мынадай болады. Мына жерде баланстарыңыз көрсетіп тұрады. Жіберу, қабылдау, транзакция болды. Өте қарапайым, өте сенімді, және бұның артықшылығы криптовалюталар, яғни тұрған мінекей 0.03 биткоин, немесе 1 биткоин болсын, 10 биткоин болсын, миллиард болсын, сіздерде барлығы өздеріңіздің компьютерлеріңіздегі жесткий дискте, яғни памятьте сақталады. Содан кейін қолдану қиыншылығы жаңағы жүктелген уақытын ұзақ күту мәселесінде. Өйткені қазір блоктар көп, білесіздер, 2009 жылдан бері қарай барлығы жүктеледі. Және 100 гигабайттай орын керек. Бірақ өте сенімді, толық өзіңіздің компьютеріңізде тұрады. Әрине компьютерді жоғалтып алсаңыз, зашифрованный кілтін білмесеңіз, биткоиніңізді жоғалтасыз дегендей. Және сенімділік орташа, бірақ қолдану оңай түрлері болады. Ол телефондағы кошелектер, яғни блокчейнге қосылатын кошелектер. Онлайн деуге де келмейді, толықтай жартылай онлайн, жартылай офлайн дегендей. Ол Android-қа биткоин wallet, биттер, тағы да басқа осы түрлері Android-қа. Unstoppable'ні қоюмен бояп қойған себебім, осыны өзім қолданып жүрген түрім, өзім қолданып жүрген кошелек, осы түрі маған көбірек ұнады десек те болады. Және бұларда жаңағыдай бірнеше уақыттап жүктелу процесі ондай жоқ. Әрине жүктелу процесі бар, сәл уақыт күтесіздер. Синхронизация, яғни серверға жүктеледі, сосын серверден сіздің телефоныңызға қажетті транзакцияны ғана көрсетеді. Содан кейін Android болса, iPhone болса, сіздерде iPhoneға мінекей мына түрлері. iPhoneға да Unstoppable жаңағы бар. Енді сенімділікте жоғары, қолдануда оңай, бірақ ақылы. Ол аппаратный кошелек, яғни флеш секілді арнайы тек қана криптовалютаны ғана сақтауға арналған осындай құрылғы. Бұл ақылы, әрине заказ беріп, интернет арқылы заказ беріп сатып алдырсаңыздар болады. Олардың түрлері мынадай: Ledger деген, мінекей Ledger Nano S деген, осылар ең популярный, осыларды сатып алсаңыздар болады. Бұның пин-кодты авторизовать етесіздер. Флешкілеріңізді жоғалтып алсаңыздар қауіпті емес. Тек парольді, кілтті интернетке сақтамасаңыздар болды. Қағазға жазып алсаңыздар болды. Қағазға жазып алған парольдарыңызды осыған қайттан терсеңіздер, новый флешкіде доступны болады.
сенімділік аз әрі қолдануда өте оңай, бірақ сенімділігі өте төмен. Ол енді интернетте сақтау криптовалютаңызды. Бұларды біз көп қарастырмаймыз. Әртүрлі онлайн кошелектер болады. Логин, пароль тересіздер, онлайн интернетте сақтап қоясыздар. Бұның несімен қауіпті? Бұл егер сақтап қойған сайтта бір жерде сақтап қойдыңыздар дейік, облакада, дискіде, мысалы Mail.ru облакаға сақтап қойдыңыздар, тағы да басқаға, немесе біреудің сайтына сақтап қойдыңыздар, ол сайт жабылып қалса, немесе ол сайт сетте сбой болса, болды, ішіндегі жатқан криптовалюталарыңызды жоғалтасыздар. Сонымен мінекей теориялық сабақ аяқталды. Енді келесі қазір практика жүзінде сіздерге компьютерге әрі телефонға крипто кошелек орнатқызып көрсетемін. Сонымен кеттік, ары қарай біз практикалық сабақты жалғастырамыз. Теория көрсеткен болатын кошелектің түрлерін. Алғашында біз биткоин кор, яғни басты кошелекті орнатамыз. Қолдану күрделірек, бірақ сенімділігі өте жоғары. Біз ашып алдымен биткоин org сайтына кіреміз. Жаңа көрсеткен презентациядағыдай. Оның ішінде мінекей сіздерде ағылшынша ашылуы мүмкін, местоположениеге байланысты. Егер тіл таңдайтын болсаңыздар, тіл жоғарыда тұр мына жерде мінекей. Мысалы, былай еткізіп басқа тілде тұр, мына жерге басып, русский деп өздеріңізге ыңғайлы тілді қойып алсаңыздар болады. Одан кейін выберите свой кошелек деген тұрады. Осының ішіне кіреміз. Пропустить помощь дегенді басамыз. Бұнда таңдасаңыздар болады мінекей. Androidқа қандай кошелектер бар, жаңа мен көрсеткендей. iPhoneға қандай кошелектер бар, және Linuxқа тағы да басқа. Біз оларды ешқайсысын алмаймыз. Жаңа күрделісі ресурсыға басамыз. Bitcoin Core дейміз. Bitcoin Core. Bitcoin Core'ды Windowsқа арнап, қазір менде Windows тұр. Mac'қа да дәл солай орнатасыздар. Windows түрін таңдаймын. Және Bitcoin Core'ды жүктеп аламын. Сонымен мінекей бізде Bitcoin ядросы жүктеліп болды. Bitcoin Core показать папки деп бетіп ашамын. Және архивтан бұлай еткізіп шығарып аламын. Архивті ашамын. Архивтің ішінен копировать етіп алып, басып ұстап тұрып тартып мен загрузкиға саламын. Загрузкидің ішіне түсті. Одан кейін бұны орнатамын. Мінекей Bitcoin 20 bin дегенге кіреміз. Мінекей мына жаққа кіреміз. Папканың ішінде bin дегенге кіреміз. Binнің ішінде оң жағын басып мынаған запустить от имени администратор батырмасын басамыз. Да батырмасын басамыз. Одан кейін біз стандартный директорияда тұра береді, немесе сыртқы жесткий дискке сақтаймын десеңіздер, мына жақтан бейткізіп жесткий дискілеріңізді таңдауға болады. Басқа сыртқы флешка жесткий дискке сақтауға. Бірақ мен кеңес беремін, сіздерде SSD болса, использовать стандартный директорий дейсіз. Одан кейін ограничен размер алмасақ, мінекей 95 дейді, 426 гигабайт орын дайындаңыз дейді. Өйткені 2008-ден бері келген транзакциялар барлығы жүктеледі. Ал егер ограничен деп біз 2 гигабайт деп қойсақ, алдымен бірінші 2 гигабайт, одан кейінгі 2 гигабайт барлығын перезапись жасап, жесткий дискіңізден осындай ғана орын алады. Мысалы 4-ке дейін қойық, 4 гигабайт деп қоясыздар. Мүлдем шектеп тастау тоже жақсы емес. Міне 12 күндік давность деп тұр. Соңғы 12 күндік жүктейді. Ал егер мысалы 50 гигабайт деп қойсам, 154 күннің соңғы транзакцияларын жүктейді. Бізге жетеді 4 гигабайт. Одан кейін окей батырмасын басамыз. Және разрешить барлығына разрешить деп қоямыз. Одан кейін мінекей жүктеліп бастады. Артқы терезені жапсақ болады. Болды, енді біз жүктеліп барлығы болуын күтеміз. Синхронизация заголовок дейді. Бірінші синхронизация аяқталу керек. Одан кейін жүктелу басталады. Мына жақта мынаған бассаңыздар, мынаған показать вклад узлы. Бұл торрентке ұқсайды. Қай узлдар қосылды, мінекей Satoshi, тағы да басқа IP адрес, солар көрсетеді. Блокчейнге қосылып жатқан узл сервер. Ал енді мына жақта мынаны скрипт деп жасыра тұруға болады. Мына жерде обзор десе бірінші кошелектеріміз отправить. Бізде ешқандай ештеңе көрсетпей тұрған себебі бізде әлі кошелек жоқ. Оған дейін біз мынау жүктеліп болғанша мынаған басып қарап, мінекей мына жерге басамыз. Мынау жүктеліп жатқан прогрессті көрсетеді. Біз қазір вычисляется деп тұр. Әзірге синхронизация аяқталған жоқ. Оған дейін кошелек ашамыз. Скрипт батырмасын басам. Создать новый кошелек деймін. Кошелектің атын қоямыз. Мысалы менің кошелек ағылшын тілінде менің кошелегім 001.
зашифровать қойсақ пароль қоюға келеді. Әзірге зашифровать қоспаймын, басқа ештеңені таңдамаймын, жай ғана создать батырмасын басамын. Мінекей кошелек ашылды. Енді отправить, мына жерде біздің кошелегіміздегі доступный баланс, яғни шотымыз. Мынадай шығып тұрған себебі синхронизация аяқталмай, балансты дұрыс көрсете алмайды. Мінекей басталды, басталып келеді жайлап. Ең бірінші транзакция 2009 жылы январдың 4-інде сағат 15:05-те. Отправить бұл жіберу. Мінекей мына жерге осылай еткіз біз жіберетін адамымыздың адресін жазамыз. Метка, мысалы меткаға апарып біз за кофе деп жазып жіберсек болады. Мына жерге мысалы не нәрсеге беріп жатса, мына жерге біз жіберетін суммамызды жазамыз. Осындай биткоин жіберем деймін. Одан кейін отправить батырмасын басамын, астында отправить. Мынау қызыл шығып тұрған себебі адрес қате деп тұр. Ал получить қабылдағымыз келсе, керісінше получитке басамыз. Мына жерге қанша сумма қабылдайтын жазсақ болады, жазбасақ болады. Создать адрес для получения дейміз. Мына адресімізді көшіреміз де, мінекей мына адресімізді көшіреміз. Астында копировать адрес. Сосын WhatsApp-пен тағы да басқамен жібереміз. Немесе сілтеме жіберсек болады тікелей. Одан кейін транзакция жағы. Транзакция бізде мына жерде соңғы жіберілген, қабылданған, яғни транзакцияларымыз тұрады. Обзор десек мына жерде синхронизация енді басталды. Бұйырса 13 аптада жүктеліп болады дейді. Объем жалпы 12 жыл 22 апта деп тұр. Жалпы объем, мынау прогресс сағатына қанша жүріп жатқаны, және мынау қаншасы болды, әлі 0% деп тұр. Міне кетті, жүктеліп бастады. 690 мың, жалпы грубо айтқанда 700 мың блок создать етілген екен блокчейнде. Барлығынан қазір өтіп шығады, содан кейін қолданып бастауға болады кошелекті. Оған дейін қабылдасаңыздар болады, осы да жесткий дискте сақталады, бірақ жібере алмайсыздар, қабылдай аласыздар. Доступны болып жіберіп толықтай қолданып бола аласыздар. Мына жерде мінекей астында осы синхронизация толық аяқталып болғанша 8 апта дейді. Егер интернет скорості жоғары жылдамырақ болса да, егер әлде де жылдамырақ болса, сіздер әлде де жылдам жүктеп болуларыңыз мүмкін. Бұның ыңғайсыздығы мінекей осы ұзақ жүктеледі, бірақ өте сенімді, өйткені сіздердің осы компьютерлеріңізден ғана сақталады. Ешкім компьютеріңіз ұрлап кетпесе жоғалтпайсыз. Енді бұлай жауып тастасақ, егер біз биткоин қор завершает работу дейді, біз қайта ашып жаңағы неміз мына ярлығын шығарып қойсаңыздар болады. Біткізіп биткоин дегенге кіреміз, бин деген кіреміз, бұлай апарып отправить рабочий столға ярлығы мінекей. Қайта ашсаңыздар, бір жақсысы қайтадан жалғасады жаңағы жерден. Басынан бастамайды. Мысалы сіздер бүгін жүктеп қойдыңыздар, мінекей 001 жүктеліп үлгерген, сол жерден жалғастыруда. Жаңа 8 апта деп тұрады, интернет бізде жылдамдады сәл, енді 3 аптада жүктеп болайын деп тұр. Барлығы өте тез жүріп жатыр. 2010 жылға кетіп қалды, 2009-дан. Осылай қолданасыздар. Жіберу, қабылдау, транзакция және обзор. Болды, басқа ештеңе жоқ, қарапайым. Енді сіздерге қазір телефондағы кошелекті көрсетемін. Телефонмен қалай қолдану. Сонымен достар, сіздерге енді жалғастырамыз. Мобильді кошелектер, яғни ұялы телефонға арналған, смартфондарыңызға арналған кошелектерлермен таныстырамыз. Оның ішінде, яғни біз сіздерге ескерте кететін жағдай, мына түрін орнат, мынау жақсы, немесе мынаны орнатпа деп айта алмаймыз. Неге? Өйткені өте көп сан алуан түрлері шығып жатыр. Сан алуан көп түрлері шығып жатқандықтан, нақты олардың қайсысы қауіпті, қайсысы қауіпсіздігі жөнінде жауапкершілікті мойнымызға ала алмаймыз. Сол себептен мен нақты қайсысын қолданып жүрмін, дәл соны көрсетемін сіздерге. Мысалы, біріншісі Unstoppable. Жалпы мынадан бастайықшы, биткоин деп жазсаңыздар, биткоин валет деп. Ол мына біреу, сілтемесін сіздерге тастаймын осы видеоның астына. Биткоин кошелек деген бар, биткоин валет. Қазір биткоин валет деп жазамыз, ағылшынша кошелек деген сөз, валет деген. Мінекей дәл осыны астына биткоин валет девелоперс деп жазылып тұру керек. Именно осыны, басқасымен шатастырып алмаңыздар. Менде орнатылып тұр, ашамын. Бұның ішінде де қарапайым, мінекей
мына запросить деп мына жерге сумманы жаза аласыздар, отправить деп мына жерге адресін жазып жібере аласыздар, және пин код тағы да басқа қоясыз. Жаңа өткен сабақта компьютерге көрсеткендей сіздерге өткенінде, жаңа өткен уақытта дәл сондай мына жерде камерамен QR сканировать етуге болады, тағы да басқа. Ал енді келесісі мен көбірек орнатып және өзім көп қолданатыным Unstoppable. Бұл несімен ыңғайлы? Бұда бірнеше түрлі валютаны сақтау болады. Бір жағынан бірнеше түрлі валюта, және қорғанысы да жақсы, және ішінде курсын қарап отыруға болады, тағы да басқа. Ыңғайлы, былай бір сөзбен айтқанда маған ыңғайлы. Сіздер әрине өздеріңізге ыңғайлысын таңдайсыздар. Мына жаққа басамыз, мына жақта жалпы рынки деп тұр, суммалары тағы да басқалар. Мына жақта кошелек, мінекей мысалы биткоин, эфириум, тағы да басқа. Отправить, жаңағыдай тағы да адресін жазамыз, мына жерге суммасын жазамыз, қанша эфириум жібересіздер, осындай эфириум деген секілді. Биткоинда да сол, биткоинді ашамын, биткоин қабылдау, мінекей адресін біреуге копировать етесіз, жібересіз. Немесе қабылдау, мынау жіберу, біреуге жібересіздер. Мысалы адреске вставить деймін, мінекей адресім, қанша жіберемін, осындай жіберемін деймін. Мысалы осылай отправить басасыз. Дәл осылай жұмыс жасайды, яғни мобильді кошелектер. А мына жақта транзакция, мысалы мен отправить еткем 002, және қабылдағам, және мындай жібергем, мінекей. Осылай транзакцияларды қарауға болады. Мына жақтағыларды мен түсіре алмаймын, өйткені қазір экраннан записьтан защита бар. Мына жаққа бассам, мінекей сіздерге қап-қара болып экраннан ештеңе көрінбей кетеді. Показать фразу деймін. Мына жақта жазып алу керек сөздер бар. Мінекей маған көрінді. Қағазға жазып алу керек сөздер, сіздерге көрінбей қалдым. Сонымен осылай таңдайсыздар, яғни телефонда кошелек. Бұл қандай жағдайда бұлар тиімді, қандай жағдай? Егер сіздер өте көп сақтамайтын болсаңыздар, 1-2 миллион теңге болса, сол жағдайда телефонға сақтауға болады осылай. Егер өте ірі сумманы сақтаймын десеңіздер, жаңағыдай компьютерге күрделі болса да компьютерге сақтау керек. Компьютердегі түрлерін биткоин core, эфириум core деген сияқтыларды орнату керек. Ал егер сіздер жалпы өте жоғары сенімділікті қаласаңыздар, жаңағыдай флешкеге ұқсас аппаратный кошелек, яғни құрылғысын сақтау, құрылғыны сатып алып, құрылғыны соның ішіне сақтасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта жолыққанша.